Сәлем достар, бүгін сіздермен қайнатпалы қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл қамырмен эклер, профитроли, дамские пальчики сияқты тәттілерді дайындауға болады. Ол үшін алдымен түбі қалың ыдысты газға қойып, су құйып, және де май салып толықтай ерітеміз. Суымыз қайнауға жақындағанда аз-аздан ұн сала отырып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды барынша тез араластыруға тырысу керек, және де арасында түйін болмау керек, яғни комок болмау керек. Осы кезде газдың асты барынша жай басылып тұрғаны дұрыс. Енді газдан алып, сәл ғана суытып, бір жұмыртқадан қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Менде жұмыртқа үлкен болғандықтан 2 қостым, сіздер 3 қосуларыңыз мүмкін. Видеодағыдай біркелкі қою масса шығу қажет. Енді осы массамызды кондитерлік мешокқа құямыз. Бас жағынан насадка кесеңіздер де болады. Енді табамызды майлап, немесе пергамент қағазын төсеп, өздеріңіз қалаған формада құя берулеріңізге болады. Аралары тым жақын болмауы керек, себебі бұл үлкен болып көтеріледі, сол кезде жабысып қалу мүмкін. Осы кезде духовка қызып тұрған болуы шарт. Енді 200 градуста шамамен 20 минут, одан кейін 180 градуста шамамен 10 минут пісіреміз. Осымен қайнатпалы қамыр дайын.